Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Ақбота Қамытбек. Бүгінгі бұл видеомызда сіздерге сметанник жасаудың жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоның соңына дейін көріп, каналға жазылуды да ұмытпаңыздар. Дәл осы мен сіздерге ұсынып отқан рецептпен осы сметанник пирогын дайындап көрсеңіздер, бір жасағаннан шығады. Сіздерге ұнарына сенімдімін. Өте сондай нәзік, жұмсақ, керемет пирогтардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен тестасын дайындаймыз. Ол үшін бізге сары май, шекер, разрыхлитель, жұмыртқа және де ұн қажет болады. Барлығының мөлшерін видеоның астына описание бөліміне жазып қалдырдым. Ең алдымен ұнымызға разрыхлительді саламыз, сонымен қатар шекерімізді және де сары майымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бізде песочный теста дайын болу керек. Міне жаңағы біздің ұнымызбен майымызды араластырғанда осылай үгітілмелі песочный теста дайын болады. Сол кезде ғана біз ең соңында жұмыртқамызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Бізде қамыр дайын болу керек, яғни барлығы бір-біріне бірігіп, осындай видеода көрсетілгенде бізде қамыр дайын болу керек. Байқасаңыздар, барлығы бір-біріне біріккен, қолға жабыспайтын тамаша теста шықты. Сіздерде де осылай шығуы қажет. Содан соң осылай бір пакетке салып, тоңазытқышқа 10-15 минутқа қойып аламыз. Сол аралықта бетіне салатын салмасын дайындаймыз, яғни оған қаймағымызды, шекерімізді және де жұмыртқамызды салып, жақсылап миксермен жаңа құрамындағы шекері ерігенше араластыратын боламыз. Міне біздің қаймақты қоспамыз дайын болды. Енді барлығын формаға орналастыратын боламыз. Астына осындай кез келген пергамент қағазын алып, өзіміздің формамызға қамырымызды орналастыратын боламыз. Қамырды осындай екі бөлікке бөлеміз. Үлкендеу бөлігі біздің пирогымыздың астыңғы бөлігі болады. Осылай барлығын тегіс, барлық жерін жауып тұратындай тегістеп жауып аламыз. Содан соң келесі кезекте осылай жан-жақтарын пирогтың формасын шығарамыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар тамаша шығады. Міне біздің негізгі тестамыз дайын болды. Осыдан соң біздің қаймақты қоспамызды бетіне құйып, алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешімізге 35-45 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Піскен кезде міне осылай болып тұрады. Піскенде бірден кесуге болмайды, ол кезде әлі жұмсақ болады. Әбден суытуға 2-3 сағатқа қалдырсаңыздар, немесе бір түнге қалдырсаңыздар, өте тамаша болып шығады. Суығаннан соң, дәл осылай видеода көрсетілгендей формаңыздан алып, кесіп, қонақтарыңызға, отбасыңызға ұсынсаңыз, өте тамаша болады. Жұмсақ, нәзік, ерекше пирогтардың бірі бір жасағаннан шығады. Барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Видео ұнаса каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Мені қолдағандарыңызға баршаңызға мың алғыс. Ас болсын.